күн, алтын уақытыңызды арнайы бөліп келгеніңіз үшін мың алғыс. Бүгін біздің қонағымыз кинорежиссер, оператор Қалила Неметұлы Омаров. Қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастасақ. Қайырлы күн. Жан шыбындай шырылдаған кезде де үш батырын етке ұстадым қазақтың деген едіңіз. Бауыржан Момышұлы үш батырдың бірі. 2010 жылы Бауыржан Момыш құрмет белгісімен марапатталдыңыз. Қандай сезімде болдыңыз? Енді мен бір тақырыпты алмас бұрын, соны тапсырыс беретін министр бола ма, жоқ жеке тапсырушы бола ма жаңағы, олармен келісемін. Маған осы тақырыпты толыққанды ашуға мүмкіндік бересіңдер ме? Яғни бұл екі нәрсеге. Бірінші цензура, егер бұл мемлекеттік тапсырыс болса. Екіншісі қаржылайды. Яғни мен мысалы Мұхаммед Хайдар фильмін алмас бұрын айттым, егер менден Кашмирге бара алмайтын болсам, мысалы Индияға, онда мен оны түсірмеймін. Түркістан легионы туралы фильмде де мысалы түсіріп тұрған өзінде Германияға сол концлагерлерге бара алмадым, сол киноны жасамай қойдым. Яғни Бауыржан киносында маған тапсырды, январь айы болатын. Май айында соғыстың несі бар, Баукеңнің 100 жылдығы келе жатыр. Жасайсың ба деді, жасаймын дедім, тек 2 шартым бар деді. Не шарт? Баукең туралы шындықты ашып берем, маған соған не жасайсыздар деді. Цензура болмайтын болды. Ойбай, ешқандай цензура жоқ. Екіншісі не? Екіншісі айттым, сол киноға бөлінген ақша толық мен қолыма тиетін болдым, өйткені мен аралайтын архивім де көп, баратын жерлерім де көп. Сонымен ешкімге өтірік емес қой қазір. Бөлінген қаржылардың бәрі толығымен режиссердің қолына тимей жатады. Аяймын мен сондай режиссерлер. Өйткені олар енді түсінікті ойынды. Содан мен Баукеңнің тағдырына кірісіп келіп қалған кезде кірдім ішіне. Ол туралы қайталап айтпай-ақ қояйын. Ана әлеуметтік желіде, ютубта бар, Бауыржанды сүйген есалаң махаббат деген менің күнделігім. Содан тыңдап аласыңдар. Баукеңнің халық арасында аңызы да көп. Бірақ негізі өмірі, Баукеңнің өмірі изгойда өткен суретке. Изгой дегенді қазақшалаған кезде атақты Ван Гог суретші, экспрессионист, Парижде өмір сүрді. Сол үшін Монмартр деген Париждің сол жер болған жерінде болып жүрген. Изгой дегеніміз мына сенің бүкіл жасаған еңбегің, тірлігің, ұлтыңа деген, халқыңа деген сол нәрселерінің барлығының жаңағы өмір сүресің, жасайсың, бірақ билік сені бойындағысы келмейді. Өйткені сен биліктен жоғары тұрсың. Және оның жаңағы оңды солды қателіктері ма, басқалар ма, соларды бетке айтатын адамдар ғой. Бұлайша қарағанда қазақта белгілі ғой, өздері білесіңдер, Абылай ханға кім бетіне тура айта алды? Бұқар жырау деген замандасы. Міне сол мен айтар едім, Бұқар жырау Абылай ханның бетіне айтып ханға, сөйтіп ана халықтың сөзін сөйлеп отыр. Міне Баукең де дәл сол міндетті атқарды. Баукеңнің сахнаға шыққан кезі қандай кез? Ұлы Отан соғысы еді. Оның алдында қазақ зиялы қауымы не кешті? 29 жылы алаш қайраткерлері кетті. 37-те басқа қайраткерлер бәрі кетті бәрі. Яғни мен қазақпын деп, қазақтың халқының атынан сөйлейтін адам қалмады. Сондай кезде Баукең осы қазақтың мектебіне де басқасынан да ұлттық мүдде тұрғысынан өз ойын ашық айтқан адам. Міне сондықтан оны жаңағы биліктен дистанцияда ұстады. Сонан ішінде бәрі бар, күнделіктен тыңдап алыңдар. Сол Баукеңнің тағдыры ашылып, қалай аштым, оның бәрін жаңағы сол неде бердім. Одан кейін тағы өздеріміз басқа тағы не бар ютубта.
жаңа қойған Қалила Омаров сұхбаты деп кірсеңдер, сол жерде Бауыржан туралы мен жаңа бір деректерді сол жерде келтірдім. Өмірі айтпай жүрмін. Өйткені Баукеңнің киносын түсірген кезде ол деректерді айтуыма мүмкіндік болмады 2010 жылы. Енді 10 жыл өткеннен кейін айтып отырмын. Өйткені Бауыржанның архиві Мәскеуде Подольск деген архивте әлі біздің қолымызға тиген жоқ. Мені жаңағы сол Бауыржан үшін сотқа берген кезде мен айттым ғой, әкесі өлгенде естіртеді. Шынында сол құжат бар ма, жоқ па? Бар болса, біліп өлейінші деді мені. Жүрегім ауырып, қазір қиналдым ғой, сотқа бергеннен кейін. Сонда сол деректі алу үшін біздің сол кездегі Мәскеудегі елшіміз Сауытбек Тұрысбек жаңағы не істей алмады. Ана архивке кіре алмады. Засекреченный архив қой енді, Баукеңнің. Сонда мен атақты вор в законе дейді, мына ұрылардың атамандары. Сондай арқылы, солар арқылы Москвадағы атақты ұрыларға шығып, бандиттердің көшемін. Солар маған засекреченный архивті ашып, анау тұр ғой міне деді. Және деді, сол жерде документті былай жазып тұр дейді. Алматыда Ленин мен Сәтбаев көшесінің қиылысындағы архивте тұр дейді. Ол көшелердің атқашы өзгеріп кетті ғой. Яғни қазіргі ана вор в законе баяғы документті қолында ұстап тұр ғой. Міне, мен сол кезде сондай көмекке бардым. Бұл да документалистиканың жаңағы ақпарат алудағы әртүрлі тәсілдері. Яғни мен ар ұятының алдында біліп жүрген шынында мен қорғаған сол құжат өмірде бар болып шықты. А біздің архивте сол кезде маған жоқ, ойбай жоқ деп бермей қойған. Ешкім айтпай қойған. Сондықтан бұл документалистика деген жанр өзі осындай жаңағы қыл үстінде тұрасың ғой, кәдімгі ақиқатты ашу үшін соған бәрі өмірді арнайсың. Өте қызық мамандық. Енді бағымен соры қыдап жүреді. Енді оны қалай, қай жағына қарай шығасың, қай жағына барасың, бармайсың, оны енді сол адамның өзі таңдайды. Жақсы, рахмет. Кезінде ашаршылық тақырыбында тартымды түсіндіңіз. Жылдары алаш қайраткерлерін зерттеп, қуғын-сүргін құрбандары ерек кино арқылы дәріптеуге күш салып жүрсіз. Дәл қазіргі уақытта дүниеге келіп жатқан түрлі туындыларға сіздің көзқарасыңыз қандай? Сұрақ өте ауыр сұрақ. Бізде сынды көтермейді. Ал енді 90 жылдары мен осы Мағжан туралы, Міржақып туралы, Алаш туралы, кім болсын солар туралы кино түсірген кезде, мен олардың өмірдегі өзінің жаңағы көзқарасы бар ғой олардың позициясы. Сол ұлттық тұрғыдан сол позициясын ашуға тырыстым, және соларға кедергі болған, соларға ұлттық мүдде жолында сатқындық жасаған адамдарды ашып, оларды жаңағы деректер арқылы біріншіден, екіншіден куәгерлер арқылы, үшіншіден логикалық тұжырымдар арқылы ашып беріп отырдым. Сол үшін Мағжанында да, басқасында да, бәрінде де сол бар. Ал енді қазір мынандай тенденция болып жатыр. Осы сұрақ маған кім қояды екен деп күтіп жүрмін. Қазір мына біздің телеарналар кино түсіріп жатыр, ұлт мақтаныштары деп, басқа деп, кәдімгі бәрі үлкен топтамалар. Қарап отырып, біле қойды анау, өзінде кейбірлерін мысалы бәрі тұлғаның бәрін кино жасамай көрмейді. Сондықтан кейбір тұлғаларын өзім қызығам, өзге адамдар түсіргеннен кейін соны қараймын. Арнайы қараймын. Ананың кәдімгі өмірде өмірдің қиыншылығы бар, басқасы бар. Соны қиыншылық болды, анау дейді де өсіп кетеді. Яғни жаңағы айтылу керек қой енді оған кім кедергі келтірді. Ол өмір сол үшін ана бейшара бүкіл өмірдің бәрі изгойға кетті ғой. Мысалы, Ілияс Есенберлинді алайық. Көшпенділер деген филологиясы үшін
мемлекеттік сыйлыққа совет одағы ұсынылған адам болды. Бірақ оның үстінен өлтіріп тұрып арыз жазылып, ол өтпей қалды. Ал енді Нота Тумбадзе деген грузиннің бір жазушысы мынандай ғана бір кітап үшін мемлекеттік сыйлықты алып кетті. А комиссия бірінші мынаған береміз деп отырған. Енді сол туралы кино түсіріп отқаннан кейін, сол туралы деректі кино болғаннан кейін, енді жаңағы бәрі ашылу керек қой. А ол жоқ. Міне осы тенденция менің жаныма қатты отыр. Яғни ақиқатты айналып, жаңағы бір жағынан өмірдің бәрін айтып отқан сияқты, а екінші жағынан анау қалды. Ал енді мысалы мен енді ол енді Ильяс Есенберлинге жаңағы қиянат жасаған адамдарды бәрі біледі ғой. Бірақ документалист ретінде оны қолға алғаннан кейін көз тілі осы сол адамдардың өзіне сөйледі, өзіне. Неге осылай болды деп. А болмаса, білмеймін енді, оны айта алатын да адамдар бар ғой, кәдімгі жаңағы. Міне осы тенденция бізде белең алып бара жатыр. Яғни бір жағынан адамның толық тағдырын ашып жатырмыз деп олар айтады. Екінші жағынан ол қандай толық? Егер жаңағы тұлғаның өміріндегі оған жасалған ең үлкен қиянаттарды яғни ауырып жатқан адамды баратын, оның ауруын жасырып, жаңағы бір аяғымызда гангрен болып кетті ғой енді. Оны көрмейсің да, шошынан жауып қойып өтіп кетеді. Ана бейшара өледі ғой. Сондықтан мына қазақтың ұлттық тұлғаларына ұлттық мүдде жолында қиянат жасалынған қиянаттар негізі ашылу керек деп естимін. Және оны ұрпағы да білу керек. Сонда бүгінгі мынау біздің қоғамда болып жатқан жаңағы қазақ ұлттық мүддесіне жұмыс істеп жатқан мысалы бүгінгі қайраткерлер сатқындық қазаққа жасамай тұрып бір ойланады. Ертең ұрпағым ұлттың алдында масқарасы шығып жүрген маған керек емес деп сәл де болса өзін өзі ұстайтын шығар деп ойлаймын. Соған енді сенгім келеді. Керемет айттыңыз, рахмет. Өмір деген мектен алған өнегеңізді жастарға насихат ретінде айтып берсеңіз. Микрофонға жақын сөйлесін. Айта бер. Керемет айттыңыз, рахмет. Өмір деген мектептен алған өнегеңізді жастарға насихат ретінде айтып берсеңіз. Бойларына бірдеңе шықты ма әйтеуір? Сол. Әрине, көп мағлұмат алды балалар. Өйткені мына деректі фильм түсірілуін әлі білмейді ғой. Ана жағдайларын. Тіпті художественный фильмге жетпей жатырмыз. Ол алдағы мақсатымыз журналист болғаннан кейін бұлар осы деректі фильмі қалай жасалуын, оның осындай өзінің бас көзінде ішінде жүрген тұлғасын, сондықтан сіздің аузынан өзіңізден естігенге олар әрине қуанышты. Өйткені бұл оларға сабақ. Бұл әлі талай сіздің айтқан ойыңыз, ақылыңыз бәрі бұлардың ойында жүреді. Бұл әрі қарай журналист болып шығады деген балалар ғой енді. Осы журналист боламыз деген осы балалардың ниеті.